Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге математикадан ұбт-да келген нұсқалардың бірін талдап тастайық. Сонымен кеттік. Бірінші есеп. Өрнекті ықшамдаңыз дейді. Түбір астында x-6-ның квадраты қосылған 10. Егер x 6-дан үлкен болса, онда өрнекті қалай ықшамдауға болады? Квадрат түбірдің мына қасиетін еске түсірейік. Түбір астында a-ны егер мен квадраттайтын болсам, енді квадратты ішіне жазуға да болады, немесе түбірдің сыртына жазуға да болады. Бұл бізде неге тең? Мына жерде квадратпен түбірді қысқартқан кезде бұл формуламыз бізде мынандай модуль a болып жазылады. Модуль a. Яғни осы a-ның орнында бізде не тұр? x-6 тұр. Яғни мына жерге x-6-ның квадраты деп жазатын болсам, бұл неге тең болу керек? Сонда модуль x-6-ға тең болу керек. Ал енді модульдің қасиеті бойынша мына жерде шарт беріп қойған x 6-дан үлкен деп. Егер x 6-дан үлкен болса, онда модульдің ережесі бойынша не болу керек? Мынауымыз плюс таңбамен ашылады деген сөз. Яғни өзгеріссіз жазылады, x-6 болып. Ал егер x 6-дан кіші деп берілетін болса, онда бұл мынауымыз, мына өрнегіміз минусқа көбейтіледі деген сөз. Яғни минус x плюс 6 болып ашылады модуліміз. Бізде бірінші шарт беріліп қойған, яғни x 6-дан үлкен деген шарт берілген, яғни оны демек мына өрнегіміз не болады бізде? x-6-ға тең болады деген сөз. Сонда x-6, и сыртындағы нені жазамыз? Плюс 10-ды жазамыз. Минус 6 плюс 10 неге тең болады? Плюс 4-ке тең болады. Яғни өрнектің ықшамдалған түрі x плюс 4 болады екен. Бірінші есептің жауабы А нұсқасы. Екінші есеп, есептеңіз дейді. Дәрежеге берілген есеп екен. Дәреженің қасиеттері қандай? A-ның n дәрежесі, жақшаның сыртында m дәрежесі болса не болады? n мен m көбейтіліп жазылады. A-ның n көбейтілген m дәрежесі. Және қандай қасиеті бар бізде? A-ның n көбейтілген A-ның m дәрежесі деп берілсе, онда дәрежедегі сандар, яғни дәреже көрсеткіштері бір-бірімен қосылады екен. n мен m-ді бір-біріне қосамыз. Ал егер арасы бөлеу болса, немесе бөлшек түрінде келсе, A-ның n дәрежесін A-ның m дәрежесіне бөлетін болсақ, онда дәреже көрсеткіштері бір-бірінен азайтылады деп айтамыз. Яғни есепте осы үш формуланы қолданамыз. Бірінші, 3-тің 4 дәрежесінің 6 дәрежесі деп берілген. Демек, дәрежедегі тұрған 4 пен 6 не істелінеді? Бір-бірімен көбейтіледі деген сөз. 3-тің 4 дәрежесін 4 6-ға көбейтіп, не істейміз? 24 дәреже деп жазамыз. Ары қарай 9-ның 5 дәрежесі дейді көбейту. 9-дің өзін не деп жазам? 3-тің квадраты деп жазам. И 5 дәрежені жақшаның сыртына жазам. Астында дәл солай істеймін. 81-дің 3 дәрежесі. 81-дің өзін 3-тің 4 дәрежесіне тең. 81-дің өзі. И есептің берілгені бойынша тағы да қандай дәреже бар? 81-дің 3 дәрежесі бар. Дәл сол секілді 27-дің 7 дәрежесінде солай істейміз. 27-ның өзін 3-тің 3 дәрежесі деп жазып аламыз. Және 7 дәрежені жақшаның сыртына жазамыз. Бұл жерде барлығы не болып тұр? Мына формаға, яғни бірінші жазылған формаға сәйкес келіп тұр. Мына жерде 2 мен 5 көбейтіледі, мына жерде 4 пен 3, мына жерде 3 пен 7 көбейтіліп жазылады. Нәтижесінде 3-тің 24 дәрежесі алып тұра береді. Көбейтілген 3-тің дәрежесі бізде 10 болады, 2 мен 5 көбейтіліп. Бөлшектің астында 3-тің дәрежесі мына екеуі бізде 12 болады. Және көбейтілген 3-тің дәрежесі мына екеуі 21 болады. 21. Екінші қасиетті қолданамыз енді. Бөлшектің астында да үстінде де дәреже көрсеткіштерді не істейміз? Бір-біріне қосамыз. Бөлшектің үстінде 24 пен 10 қосылады, 3-тің дәрежесінде 34 деп жазылады. Ал астында 12 мен 21 қосылады, 3-тің дәрежесінде 33 деп жазылады. Ең соңында біз мына қасиетті қолданамыз.
бөлшекпен беріліп тұр. Дәреже көрсеткіштерін естиміз, бір-бірінен азайтып жібереміз. Мына жерде 34-тен 33-ті азайтамыз, 3-тің 1 дәрежесі болады деген сөз. Ал 3-тің 1 дәрежесі бізде 3-ке тең. Ол бізде Д жауабы. Үшінші есеп. Есептеңіз дейді, тригонометриялық өрнек кестедегі мәндермен орындарына қойып есептейміз. Синус пи бөлінген 6, яғни ол синус 30 градус деген сөз. Синустың 30 градустағы мәні ол 2-ден 1-ге тең. Орнына 2-ден 1 деп жазамыз. Косинус пи бөлінген 2. Жоқ, бұл жерде 1-ден орнына қоймайды екенбіз. Жалпы берілгені синус пи бөлінген 6, косинус пи бөлінген 12 деп тұр. Яғни мына формада келіп тұр бізде. Синус альфа, косинус бетта. Альфаның орнында пи бөлінген 6 тұр, беттаның орнында пи бөлінген 12 тұр. Қосылған синус пи бөлінген 12-ні орнына не жазамын? Бетта деп жазамын. И косинус пи бөлінген 6-на косинус альфа. Бұл қандай формула бізде? Тригонометрияда бұл қосу формуласы деп айтылады. Синус альфа қосу бетта формуласына тең. Демек, бұл деген сөзімізде мынаны жалғастырып жазатын болсақ, синус альфа мен беттаны қосады екенбіз. Яғни альфаның орнында пи бөлінген 6, беттаның орнында пи бөлінген 12 тұр. Пи бөлінген 6-ға пи бөлінген 12-ні қосамыз. Қанша болады? Ортақ бөлім беріп қоссақ болады, немесе градусқа айналдырып қосып шектесек те болатын еді. Ортақ бөлім бізде 12, мынаған 2-ден береміз. 2 пиға мына жер бізде 1-ге бөлінеді, 1 пи қоссақ 3 пи. 3 пен 12-ні қысқартып жесек, ол пи бөлінген 4 болады екен. Яғни екеуінің қосындысына пи бөлінген 4 деп жазамыз, ал синустың пи бөлінген 4-тегі мәні түбір асты 2 бөлінген 2-ге тең. Бұл бізде С жауабы. Төртінші есеп, өрнекті ықшамдаңыз дейді. Жақшаны аша саламыз. X квадратты X-қа көбейтеміз. X куб болады. X квадратты 2-ге көбейтеміз. Минус 2X квадрат болады. Ары қарай келесі екінші жақшаны ашамыз. 9X-ті X-қа көбейтеміз. Минус 9X-ті X-қа көбейтсек, минус 9X квадрат болады. Минус 9X-ті минус 2X квадратқа көбейтеміз. 2 минус көбейтілгенде плюс болып кетеді. 9 жердегі 2 18 деп жазылады, ал X-ның дәрежелері бір-бірімен қосылып 3 дәреже болып жазылады. Енді ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Мына екеуі ұқсас. Екеуін қосатын болсақ не болады? Бізде 19X куб болады. Аның алдында бізде 1 бар деп есептелінеді. Осы 1 мен мына 18 істенеді. Бір-бірімен қосылып кетеді. Келесі ұқсас мүшелер бізде мына екеуі. Екеуі де бізде минус болғандықтан минус таңбасын жазып қоямыз. Алдындағы 2 мен 9-ды не істеп жүреміз? Бір-біріне қосып жібере саламыз. Яғни 11, сосын X квадрат жаза саламыз. Бұл бізде бұл нұсқасы. Келесі 5-ші есеп, теңдеуді шешіңіз дейді. Бұл жерде де оңай есеп берілген екен. Жақшаны ашамыз. Минус 2-ні X-ға көбейтеміз. Минус 2X. Минус 2-ні 5-ке көбейтсек, минус 10 деп жазамыз. Сосын қосу 3-ті жазып қоямыз. Тең 2-нің өзін көшіріп жазамыз. Мына жерде минус 3-ті X-ға көбейтеміз. Минус 3X деп жазамыз. Және минус 3-ті плюс 1-ға көбейтеміз. Минус 3 деп жазамыз. Ары қарай ұқсас мүшелерді біріктірейік. Минус 2X, минус 10 плюс 3-іміз минус 7 болады. Тең, мына жақта 2 азайту 3 екеуі минус 1-ді береді. Және минус 3X-ті көшіреміз. Енді X-тарды бір жаққа жинаймыз. Минус 3X мына бетке плюс 3X болып кетеді. Минус 2X-тің қасына ол плюс 3X болып келеді. Тең болады. Минус 1-дің қасына мына минус 7-іміз плюс 7 болып жазылады. Нәтижесі мына жерде бізде X шығады, екеуін біріктірсек, ал оң жақта минус 1 плюс 7-іміз 6-ға тең. Яғни X-тің жауабы 6-ға тең деген сөз. Келесі 6-ші есеп, теңдеулер жүйесін шешіңіз дейді. Бұл жерде бөлшек екінші теңдеуді 2-ге көбейтіп жібере салуға болады. Яғни Y-тің алдына коэффициенттерді бірдей қылу үшін. Бірінші теңдеуді көшіреміз. 5X азайту 2Y тең 15. Ал астын не істейміз? Әрқайсысын жеке-жеке 2-ге көбейтіп шығамыз. 2X-ті 2-ге көбейтсек 4X болады. Y-ті 2-ге көбейтеміз. Минус 2Y болады. Тең болады. 7-ні 2-ге көбейтсек 14 болады екен.
Осы жүйені не істейміз? Бір-бірінен азайтып жібереміз. Яғни мақсат не? Мынаны нольге айналдырып жіберу керек. Егер таңбалар бірдей болса азайтылады, таңбалар әртүрлі болса қосылады. 5x-тан 4x-ті азайтамыз, x болады. 2y-тан 2y-ті азайтамыз, 0 болады. Тең 15-тен 14-ті азайтамыз, 1 болады. Яғни x-тің мәні бізде 1-ге тең. Бізде онда екі жауап тұр, b және c деген, яғни біз не істейміз енді? y-ті табамыз. x-тің орнына 1-ді қоямыз. Мысалға, мына жерге қоя салайық, 1-ді. Не шығады? Мынаны ары қарай жалғастыратын болсақ, 2 көбейтілген x-тің орнына 1-ді қоямыз, азайтылған y тең болады 7-ге. Бұдан не шығады? Мына жерде екі жердегі бірің 2, ол 7-нің қасына минус 2 болып өтеді. Сонда минус y тең 7 азайту 2-міз 5-ке тең. Бұдан шығады y тең минус 5 болады. Минусты 5-тің алдынан лақтырып жібереміз. Сонда x-тің жауабы бізде 1-ге тең, y-тің жауабы минус 5-ке тең. 1-де минус 5, ол бізде b жауабы болады. 7-ші есеп, функцияның туындысын табыңыз дейді. fx тең 2 ln x. ln x-тің туындысын өте оңай формуласын жазып қойсақ болады, 1 бөлінген x-қа тең. Оның алдында 2 болатын болса не істейміз? Осыны 2-ге көбейтіп жібере саламыз. Яғни 2 ln x-тің туындысы 2 бөлінген x бола салады екен. Ол бізде с жауабы. 8-ші есеп, цилиндрдің бер бетінің жазбасы қабырғасы 6-ға тең шаршы, цилиндр табанының радиусын табыңыз дейді. Цилиндрдің бер беті. Бізде цилиндрдің бер бет жазбасы ол бізде не болады? Тік төртбұрыш болады. Оның бір қабырғасы цилиндрдің биіктігіне тең, ал екінші қабырғасы цилиндрдің табанының ұзындығына тең. Ол бізде 2πr болады. Осы екеуі де бізде нешеге тең дейді? Екеуі де 6-ға тең дейді. Яғни мынаны да 6-ға тең ісіреміз. Осы теңдіктен соңғы мына теңдіктен радиусты тауып ала саламыз. Ол үшін не істейміз? 2π-ді 6-ның астына бөлу қылып өткізіп сақ болды. 6 бөлінген 2π. 6 мен 2-ні қысқартып жібереміз, сонда радиусымыз 3 бөлінген π-ға тең болады екен. Ол бізде д жауабы. 9-ші есеп, теңсіздіктер жүйесінің ең кіші бүтін мәнін табыңыз дейді. Бұл жерде есептің берілгеніне ең кішкентай сандардан берілгеніне орнына қойып шығара беруге де, тексеріп көруге де болады. Мысалға 1-ді қоятын болсақ, x-тің орнына мына жеріміз не шығады? Бөлшектің асты 2 болады. 2-ні 2-ге бөлсек 1 шығады. Үлкен мына жеріміз 1-дің орнына, яғни бөлшектің бөлімі x қосу 2-міз 3-ке тең, ал алымы 1 болып тұра береді. Бізде мына жерде теңсіздік орындалып тұр. Енді астын тексереміз. Астында мына жерге x-тің орнына 1-ді қоятын болсақ не болады? Бөлшектің үсті 1 болып тұра береді, ал асты 1 азайту 2. 1 азайту 2-міз ол минус 1-ге тең. Үлкен немесе тең, мына жерге 1-ді қоятын болсақ не шығады? 1 бөлінген 1, ол 1-ге тең. Мынауымыз бізде минус 1-ге тең, ал минус 1 ол 1-ден үлкен емес, яғни дұрыс емес деген сөз. Бұл жауабы бізде дұрыс емес. Осылай тексере беруге де болады. Келесі бізде қайсы? 3 деген санды қойып тексеріп көре саламыз. Мына жерге 3-ті қойсақ, бөлшектің үсті бізде 2 болады, ал асты 3-ке 1 қосылса 4 болады. Үлкен, мына жерге 3-ті қойсақ не болады? 3-ке 2-ні қоссақ бізде 5 шығады, және үсті бізде 1 болады екен. 4-тен 2 бізде ол 0,10-нан 5-ке тең, ал 5-тен 1 ол 0,12-ке тең, яғни теңсіздік орындалып тұр. Ал асты ше? Екінші теңсіздік қараймыз. Мына жерге 3-ті қоятын болсақ, 1 азайтылған, 1 бөлінген 3-тен 2-ні азайтсақ, ол тоже 1-ге тең. Үлкен немесе тең, мына жерге 3-ті қойсақ не шығады? 1 бөлінген 3. Мынауымыз 1-ге тең, ал мынауымыз жоқ шамамен 0,3-ге тең. Яғни бұл жерде де теңсіздік орындалып тұр. Екеуінде де теңсіздік орындалып тұр, демек жауабы с жауабы болады екен. 10-ші есеп, теңдеуді шешіңіз дейді, тригонометриялық теңдеу берілген. Синус квадрат x азайту косинус квадрат x деп беріліпті. Бізде тригонометриялық теңдеуде танымал формула бар, ол косинус квадрат x азайту синус квадрат x деген. Косинус квадрат x азайту синус квадрат x ол ненің формуласы? Қос бұрыштың формуласы, яғни косинус 2x-тің формуласы. Демек, не істеуіміз керек? Біз мына екеуінің орындарын ауыстыруымыз керек.
яғни минус 1-ге көбейтеміз деген сөз. Орындарын ауыстырған кезде бізде не шығады? Косинус квадрат x азайту синус квадрат x. Алдына ми шығып кетеді, ал ол минусты мына жаққа көбейтіп жібере салуға болады, яғни тең болады минус түбірасты 3 бөлінген 2-ге. Мынаның орнына не жазамыз біз енді? Косинус 2x-ті жазамыз. Яғни косинус 2x тең болады минус түбірасты 3 бөлінген 2-ге. Бұл жерден бізде шығады косинустың формуласы 2x тең. Яғни косинустың формуласы қандайды бізде? Косинус x тең a болатын болса, a бізде теріс сан болатын болса не болады бізде? X тең плюс минус пи минус арк косинус а болады, пи минус арк косинус а қосылған 2π n тесілі z. Формуласы осындай. Енді бірінші косинус қай градуста түбіраш бөлінген 2-ге тең, соны анықтап аламыз. Ол 30 градусқа тең, яғни пи бөлінген 6. Яғни плюс минус пи азайтылған арк косинус аның орнына пи бөлінген 6-ны жазамыз, сосын қосылған 2π. Жақшаны ашып жібере саламыз. Плюс минус пидан пи бөлінген 6-ны азайтсақ, 5π бөлінген 6 болады, қосылған 2πn болады. Яғни x алдында 2-ні бөлу қылып өткізіп жібере саламыз. Сонда x тең болады плюс минус, оны 6-мен көбейтіліп кетеді. Яғни 5π бөлінген 12 болады плюс pn n тесілі z. Қайталап жазбай қойсайық бұны. Бұл бізде жауабы болып тұр екен. 6-шы есеп, берілген функцияның алғашқы функциясын табыңыз. Жаңа алдындағы есепте біз нені істеген едік? ln x-ның туындысын 1 бөлінген x деп жазған едік. Демек, бұдан не түсінеміз біз? 1 бөлінген x-ті алғашқы функциясын алатын болсақ, бізде ln x шығады. Бұл жерде просто ln x-ті модульге ала саламыз. ln модуль x. Яғни бізде қандай тұрақты сан болып тұр бізде? Минус 6. Яғни минус 6 бөлінген x-тің алғашқы функциясын табу керек. Яғни минус 6 орында тұра береді. Және ар жағында формула бойынша ln модуль x деп жазып қоя салады екенбіз. Бұл бізде С жауабы болып тұр. 12-ші есеп, теңсіздікті шешіңіз дейді. Жақшаны аша саламыз. 4x-ға өйтсек 4x, 4-3-ге өйтсек 12. Қосылған 5x үлкен немесе тең 3x болып тұр екен. 4x-ға 5x қосылады 9x болады. Оның қасына мына 3x-іміз минус 3x болып келеді. Үлкен немесе тең минус 12x, мына бетке плюс 12 болып өтеді. Минус 12x емес, минус 12. 9x-тан 3x-ті азайтамыз. 6x болады. Үлкен немесе тең 12. 6-ны бөлу өткізіп жібереміз. X үлкен немесе тең 2. Бұл деген сөз x 2-ден 2-ге тең болады, немесе одан үлкен болады. Яғни 2-ден плюс x-ке дейін деген сөз. Жауабы. 13-ші есеп. Параллелограмның қабырғалары 13 см және 14 см, ал диагональдарының бірі 15 см. Параллелограмның ең кіші биіктігін табыңыз дейді. Яғни параллелограм мына жерде сызатын болсақ, біреуі 13, біреуі 14 болатын болса, диагональдардың біреуі, мысалға мынау диагональ 15 болатын болса, онда біз мына биіктікті табады екенбіз. Яғни ең кішкентай биіктік ол үлкен қабырғаға түсіріледі деген ереже бар. Сондықтан 13-ке емес, біз биіктікті не істейміз 14-ке түсіргендегі. Яғни 14-ке тең болатын қабырғаға түсірілген биіктікті табады екенбіз. Ол үшін біз не істеуімізге болады? Параллелограмның жартысын алып тастай саламыз біз. Мынандай үшбұрыш пайда болады екен. Осы үшбұрыштың биіктігін табады екенбіз. Ол үшін бізге аудан керек. Яғни ауданның формасы қандай бізде? S тең 2-ден 1, A көбейтілген және соған түсірілген биіктігі. A-ның орнында біз 14 жазатын болсақ, 14 көбейтілген H. Егер бізде ауданның мәні берілгілі болса, мына жерден біз не істеуімізге болады? H-ты табуымызға болады. Бұл деген сөз не? Біз берілген үшбұрыштың ауданын табуымыз керек. Егер үшбұрыштың үш қабырғасы берілсе, онда үшбұрыштың ауданын Герон формуласы арқылы табамыз. Яғни S тең P көбейтілген P минус A, P минус B, P минус С-ға.
Және бұның барлығы ненің астында? Түбірдің астында. П деп отқанымыз бізде не ол? Жарты периметр. Бірінші П-ны тауып алайық. Жарты периметр, яғни 3 қабырғасын қосып 2-ге бөлеміз деген сөз. 13, 14, 15 деген қабырғалар бір-біріне қосамыз, 2-ге бөліп тастаймыз. Так, 13, 14, 27, оған 15, 42 болады, 2-ге бөлсек 21. Яғни жарты периметр бізде нешеге тең? 21-ге тең. Демек, ауданды есептейміз. Жарты периметр, яғни мынаның орнына 21 жазамыз. 21 азайтылған А деп отқанымыз енді 13-ті ала салайық. А-ның орнына, я? Демек, 21-ден 13-ті азайтсақ, 8-ге тең болады. Екіншісі 21 азайту Б, яғни екінші қабырғасы ол 14-ге тең. 21-ден 14-ті азайтсақ 7 болады. Көбейтілген 21 азайтылған үшінші қабырға ол 15-ге тең. 21-ден 15 азайтамыз 6-ға тең болады. Так, берілген сандарды көбейтеміз. 21, 8, 7, 6. Калькулятормен көбейтсек те болады, немесе былай көбейтсек болады. 21 деген ол 7 мен 3-тің көбейтіндісі. 8 деген 4 пен 2-нің көбейтіндісі. 7 ол 7 болып тұра береді. Ал 6 деген ол 3 пен 2-нің көбейтіндісі. Мына жерде қараймыз. Мына 7 мен мына 7 сыртқа 1 7 болып шығады. Так. Мына 3 пен мына 3 сыртқа 1 3 болып шығады. Мына 2 мен мына 2 сыртқа 1 2 болып шығады. Және не қалды бізде? Мына 4 қалды. Ол 4 сыртқа 2 болып шығады. Түбірден 2 болып шығады. Демек, мына 4-еуін біз көбейтсек, үшбұрыштың ауданы шығады деген сөз. 4-еуін көбейтінсе 84-ке тең. Аудан демек бізде 84-ке тең. Мына S-тің орнына біз 84-ті қояды екен біз. S-тің орнына 84 жазам, тең болады 2-ден 1 көбейтілген 14 көбейтілген H. 2 мен 14 мына жерде қысқартып жере салуға болады, ол 7-ге тең. Яғни 7H. 7-ні нешеге өтсек H шығады? 84 шығады. Ол үшін біз не істейміз? 84-ті 7-ге бөліп тастай салсақ болды. Сонда H-тың мәні қанша болады? 12-ге тең болады екен. Жауабы Б нұсқасы. 14-ші есеп интегралды табыңыз дейді. Мынадай өрнек берілген тригонометриялық. Бұл да біз қосу формуласында, я? Синус жаңағы біз формула жазған едік бір есепте. Мына жерде тағы жаза салайық. Синус альфа косинус бета азайтылған косинус альфа синус бета. Бұл ненің формуласы? Синус альфа минус беттаның формуласы, я? Альфаның орнында бізде 3х тұр, беттаның орнында 2х тұр. Демек, альфадан беттаны азайтсақ, не шығады? Х шығады деген сөз. Мына өрнектің барлығы неге тең сонда? Синус х-қа тең деген сөз. Ал синус х-тің алғашқы функциясы не болады? Синус х-тің алғашқы функциясы ол минус косинус х-қа тең. Осы жердегі х-тің орнына бірінші не істейміз? Пи бөлінген 3-ті қоямыз. Яғни минус косинус х-тің орнына пи бөлінген 3-ті қоямыз. Косинус пи бөлінген 3-те нешеге тең? 2-ден 1-ге тең. Минус 2-ден 1-ге тең. Ал екінші не істейміз? Косинус х-тің орнына 0-ді қоямыз. Косинус х-тің орнына 0-ді қойсақ, минус косинус 0. Косинустың 0 градустағы мәні нешеге тең? 1-ге тең. Яғни алдында минусын жазып қоямыз, минус 1 дейміз. Енді екі мәнді не істейміз? Бір-бірінен алып тастаймыз. Минус 2-ден 1 азайтылған минус 1. Нәтижесі бізде 2 минус плюс болып кетеді. 1 азайтып 2-ден 1, ол 2-ден 1-ге тең. Немесе 0,5-ге тең. Ол бізде Б жауабы болып тұр. А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1 параллелепипедінің барлық қырларының ұзындықтарының қосындысы 240 сантиметрге тең. АБ, БС және АА1 қырларының ұзындығын анықтаңыз дейді. Егер АБ, БС, АА1 қабырғаларының қатынастары 3, 4, 5 болса дейді. Так, бірінші кезекте біз осы 3, 4, 5 қатынасында бола алатын варианттарды қарайық. Яғни үшеуі де бірдей санға көбейтілу керек. Мына жерде бірінші санға қарайтын болсақ, мыналардың қайсысы 3-ке бөлінеді? 12 мен 15 қана, я? 14 пен 16 3-ке бөлініп тұрған жоқ, оларды сызып тастасақ болады уже. Егер 12-ке қарайтын болсақ, демек 3 мына жерде 12 болу үшін 4-ке көбейтіліп тұр. Солай ма? Демек 4-ті де 4-ке көбейтуіміз керек, екіншісі 16 болады, 5-ті де 4-ке көбейтеміз, үшіншісі 20 болады. Бұл 3, 4, 5 қатынасы орындалып тұр екен мына жерде.
Енді b нұсқасын тексеріп көре салайық. Мысалы мына жерде 3, мына жерде бірінші санымыз не болып тұр? 15 болып тұр. Яғни 5-ке көбейтіліп тұр. Бұл да орындалып тұр екен, иә? Яғни 4 екінші санды да 5-ке көбейтсек 20, үшінші санды да 5-ке көбейтсек 25 орындалып тұр. Демек А немесе Б жауабы болады. Бұны қалай анықтаймыз? Егер екеуін біреу ғана орындалған болса, демек сызбаны сызбай-ақ жауабын белгілей салуға болатын еді. Енді сызбасыз көрейік. Параллелепипед бізде қандай ол? Бөлме. Так. Параллелепипедте жалпы қанша өлшем бар бізде? 3 түрлі өлшем бар. Мынандай 3 түрлі өлшем бар. Осы өлшемдердің қарайық, мынау және мынау. Осы төртеуінің ұзындықтары бірдей, иә? Төртеуінің ұзындықтары бірдей. Төртеуінде біз С деп алсақ болады. Яғни 4С болады, иә, қырлары. Дәл сол сияқты сағынан қызмен белгілесек, мынау және мынау төртеуі. Сол төртеуінің ұзындықтары бірдей. Оны біз не деп алуымызға болады? 4А деп алуымызға болады. Және үшіншісі, көкпен белгілейтін болсақ, не қалды бізде? Мынау қалды, және мынау қалды. Осы төртеуін 4Б дей салайық. Осылардың жалпы қосындысы бізде қанша болып тұр? 240-қа тең болып тұр деген сөз. Демек, барлығын 4-ке бөліп тастаймыз. С қосылған А қосылған Б, 240-ты 4-ке бөлетін болсақ не шығады? Бізде 60 шығады. Яғни мына екеуінің қайсысын қосқан кезде 60 шығады бізде. Екіншісінен 60 шығады, иә? 15, 20, 25 үшеуін қосатын болсақ, бізде 60 деген сан шығады. Демек, жауабы Б нұсқасы. 16-шы есеп теңдеуді шешіңіз дейді. Дәреженің қасиетін қолданамыз. А-ның n плюс m дәрежесі тең А-ның n дәрежесі көбейтілген А-ның m дәрежесі деп аламыз. Яғни 9-ның x плюс 1 дәрежесін қайтып жазуға болады. 9-ның 1 дәрежесі және 9-ның x дәрежесі деп жазуға болады. Яғни бұны мына жаққа кейінгі жерге жазайық. Яғни 9-ның x плюс 1 дәрежесі тең 9-ның 1 дәрежесі көбейту 9-ның x дәрежесі болса, бірінші мына 9-ның өзін 9 деп жазып ала саламыз. Ал мына 9-ы 3-дің квадраты деп жазамыз. Және дәрежедегі x-ті жазып қоямыз. Осылай болады. Ал мына жердегі 3-дің x плюс 2 дәрежесі. 3-дің x плюс 2 дәрежесі тең 3-дің квадраты көбейту 3-дің x дәрежесі болады. Тең ол 9 көбейтілген 3-дің x дәрежесі болады, иә? Екеуінің қосындысы 18-ге тең болу керек. 9 көбейтілген 3-дің 2x дәрежесі қосылған 9 көбейтілген 3-дің x дәрежесі тең 18. Біз жаңа айнымалы енгіземіз 3-дің x дәрежесін t деп. Сонда мынауымыз бізде t квадрат болады. 9t квадрат қосылған 9t тең 18. 9-ға бөліп тастаймыз. Сонда t квадрат қосылған t тең болады 2-ге. 2-ні сол жаққа минус 2 қылып өткіземіз, тең болады 0-ге. Бұл жерден не шығады бізде? T тең минус 2 және t тең 1 деген жауап шығады. Енді осы t-ның орнына мына жерге қоямыз. T бізде не болу керек? Оң сан болу керек. Өйткені 3-дің x дәрежесі ешқашан теріс санға тең боламайды. Одан жауап шықпайды. Ал 3-дің x дәрежесі тең 1 болатын болса, дәреженің қасиеті не? Кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Яғни x-тің орнында не тұру керек? Бізде 0 тұру керек. Жауабы сонда 0 болады екен. 0 бізде Б жауабы. 17-ші есеп теңдеулер жүйесін шешіңіз дейді. Бұл теңдеулер жүйесін шешу кішкене ұзақтау болады. Шағарлық жолмен шығаратын болсақ. Бұл жерде не істей салуға болады? Теңдеулер жүйесін шешіңіз дегеннен кейін вариантпен жұмыс жасай салуға болады. Ең оңай сан бірінші С нұсқасынан тексеріп көрейік. Яғни x-тің орнына 2, y-тің орнына 1-ді қоямыз. Сонда 4-тің квадраты көбейтілген 5-тің 1 дәрежесі. 4-тің квадраты 16-ға тең, 5-тің 1 дәрежесі 5-ге тең, көбейтсек 80. Яғни төбесі орындалып тұр деген сөз. Астын тексеріп көрейік. X-тің орнына 2-ні қойсақ, 5-тің квадраты азайтылған 4-тің 1 дәрежесі. 5-тің квадраты 25, одан 4-ті азайтсақ 21. Яғни екеуі де орындалып тұр.
Демек жауап С нұсқасы болады. 18-ші есеп y тең x квадрат және y тең 2 минус x функцияларын графиктерімен шектелген фигураның ауданын есептеңіз дейді. Қиссыз трапецияның аудан интеграл. Алдымен екі функцияны бір-бірімен теңестіріп түбірлерін тауып аламыз. Яғни x квадрат тең 2 азайту x. Бәрін бір жаққа жинаймыз. X квадрат қосылған x азайту 2 тең 0. X-тің мәнді x1 тең минус 2, x2 тең 1. Яғни шектері бізде не шықты? 1 мен минус 2 шықты. Екі функцияны негіз жеке-жеке есептей салуымызға болады, немесе бірден мына функцияны аламыз, егер мәні минус шығып қалса, оны плюске айналдыра саламыз. Демек, x квадрат қосу x азайту 2-нің алғашқы функциясы не болады? X квадраттың алғашқы функциясы. Алғашқы функцияны табу үшін не істейміз? Дәрежеге бір сан қосамыз, квадратымыз куб болып кетеді. Сол дәрежедегі санды бөлшектің бөліміне жазамыз. Қосылған x-тің алғашқы функциясы. Дәрежесі бізде 1 болып тұр. Оған 1-ді қоссақ, дәреже 2 болып кетеді. Сол 2-ні бөлшектің бөліміне жазамыз. Азайтылған тұрақты санның алғашқы функциясы, оны x-ға көбейте саламыз. Енді осы жердегі x-тардың орнына бірінші 1-ді қоямыз. 1-ді қойсақ не шығады? 1-дің кубы ол 1-ге тең, 3-тен 1 қосылған. 1-дің квадраты мына жерде 1 болып жазылып тұра береді. Яғни 2-ден 1, азайтылған 2 жерде 1-ің 2-ге тең. Ортақ бөлім 6 болады. 2 қосылған 3 5-ке тең. Мұнаған 6-дан беретін болсақ, ол 12-ке тең. 5-тен 12-ні азайтсақ, не шығады? Минус 7 шығады. 1-ді қойсақ, минус 6-тан 7 шығады екен. Енді x-тің орнына минус 2-ні қоямыз. Минус 2-нің кубы қаншаға тең? Минус 2-нің кубы минус 8-ге тең. Минус 8 бөлінген 3. Минус 2-нің квадраты 4-ке тең болады. 4-ті 2-ке бөлсек, ол жерден 2 деген сан шығады. Мына жерге минус 2-ні қойсақ, минус 2-ні минус 2-ге бөлсек, плюс 4 болып шығады. Тең болады минус 8 бөлінген 3 қосылған 6. Мынаған ортақ бөлім 3-тен береміз, сонда бұл жерде не шығады? Бөлімі 3 болады, минус 8 қосылған 18. Ол 10-ға тең, яғни 3-тен 10. Шыққан сандарды не істейміз? Бір-бірінен азайтып жібере саламыз. 3-тен 10 азайтылған минус 7 бөлінген 6. Так, 3-тен 10, 2 минусымыз плюс болып кетеді, 6-дан 7 болады. Ортақ бөлім бізде 6, мұнаған 2-ден береміз 20, 20-ға 7-ні қоссақ 27 болады. 27-ні 6-ға бөлсек 4,5 болады екен. Жауап сонда 4,5 квадрат бірлік деген сөз. А жауабы. Келесі 19-ші есеп. Периметр 52 болатын ромбтың диагональдарының бірі 10-ға тең, екінші диагональды табыңыз дейді. Ромбтың 4 қабырғасы тең болғандықтан, ромбтың периметрі бізде 4-ға тең бола салады. Яғни бұл жерде нені табамыз? А-ны тауып ала саламыз. А тең 52 бөлінген 4. 52-ні 4-ке бөлсек, не шығады? Бізде 13 шығады. Енді бұл жерде Пифагор теоремасымен тауып алуға да болады бізде. Ромб дегеніміз мынандай фигура. Мына жеріміз бізде 13-ке тең болса, ромбтың мысалға мына емес, мына диагональ мысалы 10 деп алайық. Бізге мына диагональды табу керек. Диагональдар қиылысу нүктесіне теңде 2-ке бөлінеді. Демек, бізде мына бөлігіміз бізде 5-ке тең болады. Пифагор теоремасымен мына бөлікті тауып алсақ болады. 13-тің квадратынан 5-тің квадратын азайтамыз. Бұл бізде 144-ке тең, ал 144 ол 12-нің квадратына тең. Демек, мына бөлік 12-ке тең, мына бөлік те 12-ке тең болады. Демек, екінші диагональ 24-ке тең деген сөз. Келесі, арифметикалық прогрессияның алғашқы 4 мүшесінің қосындысы 56-ға, ал бұл прогрессияның соңғы 4 мүшесінің қосындысы 72-ке тең. Берілген арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесі 11 болса, онда прогрессияның неше мүшесі бар дейді. Так, алғашқы 4 мүшесі, яғни А1 қосылған А2, қосылған А3, қосылған А4, бұл 56-ға тең екен. Арифметикалық прогрессияның қасиеті бойынша А1 мен А4-ның қосындысы А2 мен А3-ның қосындысына тең болады. Демек, бұдан не түсінеміз біз? А1 мен А4-ның қосындысы бізде 28, ал А2 мен А3-ның қосындысы да 28 деген сөз. Барлығының қосындысы бізде қанша болады? Мына 56-ны беріп тұр.
Егер А1-дің орнына мен 11 жазатын болсам, онда А4 қаншаға тең? 11-ге қаншаны қоссақ 28 болады. А4 бізде 17-ге тең болады, иә. Демек, А1 11 болса, А4 онда 17 болып тұр. 17. Демек, А2 мен А3-ты логикамен тауып алуға болады, иә. Бұл жерде А2 бізде 13, А3 15-ге тең деп. Демек, бізде бұл қандай болып тұр? Тақ сандардың тізбегі болып тұр. 11, 13, 15, 17 болып кете береді. Енді бізге мынаны тауып алу керек, яғни соңғы 4 мүшесінің қосындысы. Яғни мынаны 11, 13, 15, 17 деп жалғастырып жазып кете береміз. Соңғы 4 мүшесінің қосындысы 72 болғанша. Так, бұны қалай істеуге болады? Соңғы 4 мүшесінің қосындысы бізде 72 болу үшін 56-ға қанша сан қосылып тұр? 72 шығу үшін 16 қосылып тұр, иә. Яғни мынаның барлығына 4-4-ден қосылып тұр деген сөз. Сонда бізде 15, 17, 19, 21 деп жазатын болсам, осы 4 санның қосындысы бізде қанша шығады? 72 болып шығады деген сөз. Бұның алдында бізде қандай сандар бар еді? 13 және 11 бар еді, иә. Сонда тізбекте жалпы біз қанша сан бар? 6 сан бар деп айтамыз. Жауабы С нұсқасы. Келесі 21-ші есеп. Үшбұрыштың 3/5-інің координаталары берілген, иә. Үшбұрыш сызайық. А төбесі мынау болсын, Б мынау болсын. Так, бұл жерге С жазайық, бұны жоғарыға жазайық. Бізде Б медианасы дейді. Медиананың қасиеті не? Бізде медиананың қасиеті қарсы жатқан қабырғаны теңде 2-ге бөледі. Яғни М деген ол А мен С-ның ортасында жатыр деген сөз. Демек, М-ның координатасын табу үшін А мен С-ның координаталарын қосып 2-ге бөлеміз. М-ның X-і 2 мен 4-ті қосамыз 6 болады, 12-ге бөлсек 3 болады. Яғни М-ның X-і 3-ге тең, ал Y-і 1-ге минус 3-ті қосамыз минус 2, 12-ге бөлсек минус 1 болады. Ал B-ның координатасы қандай бізде? Минус 3-те 7. Енді BM-на медианасының ұзындығын табуымыз керек. Бұл кесіндінің ұзындығы, екі нүктемен шектелген кесіндінің ұзындығының формуласы. Координаталарын бір-бірінен азайтып жібереміз, яғни 3-тен минус 3-ті азайтамыз бірінші. 3-тен минус 3-ті азайтатын болсақ, бұл 6-ға тең болады. Сосын 7-ден минус 1-ді азайтып жібере саламыз. Яғни қайсынан азайту маңызды емес бұл жерде. Үлкеннен кішкентайын азайту берсек болады. 7 азайту минус 1. Бұл бізде 8-ге тең. Осы шыққан 2 санды не істейміз? Квадраттай саламыз. Квадраттап қосамыз. 6-ның квадраты қосу 8-дің квадраты. 36-64 қоссақ, одан 100 шығады. 100 ол ненің квадратына тең? 10-ның квадратына тең. Демек, BM медианасының ұзындығы 10-ға тең деп айтамыз. Келесі 22-ші есеп есептеңіз дейді. Бұны мәндерін калькулятормен есептеп таба салуға да болады, иә. Біз бұл жерден калькуляторсыз қысқаша көбейту формасын пайдаланып шығарайық. А квадрат минус Б квадрат формасы, иә. А минус Б, А плюс Б-ға тең. Бірінші бөлшектің алымы 124,5 азайту 106,5 болады. Екінші ақшасы тура осы 2-ге қосылады. 124,5 қосылған 106,5. Мына екеуін азайтсақ неше шығады? 24-тен 6-ны азайтсақ 18 шығады, иә. Көбейтілген, мына екеуін қосатын болсақ 131 шығады екен. 131. Бұл бөлшектің алымы. Бөлшектің бөлімі не шығады? 64 азайту 44, 64 қосу 44. Қосу 44. 64-тен 44-ті азайтсақ 20 болады. 64-ке 44-ті қоссақ 108 болады ма? 108 болады. Енді осыларды қысқартып жібере салайық.
18 бен 108 қысқарады, 6 болады. Так, ары қарай не болады? Так, мына жерді қосқан кезде қате кетіп қалған екен. 124,15-ке 106,15-ті қоссақ, 231 болады екен. Енді осы жерде 231 мен 6-ны қысқартып жібереміз. Нәтижесінде 6-ға 2 жазылады, 2-ді 3-ке бөлеміз. 231-ді 3-ке бөлсең, так, 77 болады. Сонда бөлшектің алымы 77-ге тең, ал бөлімі 20 мен 2-ні көбейтеміз. 40-қа тең болады. Бұл бізде бір нұсқасы. Келесі 23-ші есеп. Теңдегінің түбірлерін көбейтіндісін табыңыз дейді. Бұл жерден бірден логарифмнің үш негізгілерді қысқартып жібере саламыз. Ары қарай қалған теңдікті шығара саламыз. X азайту 5-тің квадраты қысқаша көбейту формасымен ашамыз. X квадрат азайту 10x қосу 25. Және 12x минус 80. Теңдіктің сол жағына өткіземіз. Минус 12x қылып өткіземіз. Минус 80-ді плюс 80 қылып өткіземіз. Тең 0. Ары қарай x квадрат ұқсас мүшелері бірге 10x, 12x минус 22x болады. 25-ке 80, екеуі 105 болады. Тең 0. Так, бұны ветке сала салайық. x1 көбейтіндіс 105. Так, қандай сандар? 15 пен 7, е? 15 пен 7-ні көбейтсек 105 болады. 15-ке 7-ні қоссақ 22 болады. Осы теңдігінің түбірлерінің көбейтіндісі табыңыз еді. Екеуінің көбейтіндісі бізде 105-ке тең екен. Жауабы С нұсқасы. Келесі 24-ші есеп. Теңсіздікті шешіңіз дейді. Логарифмдік теңсіздік берілген екен. Жақшаңшы x квадрат минус x минус 2 бірінші анықталуынан бастасақ, мынау 0-ден үлкен болу керек. Бұл жерден x-дің түбірлері 2 және минус 1. Так, екінші теңсіздікті шешеміз. X квадрат минус x минус 2-міз. Мына жақта 2-ден 1-дің минус 2 дәрежесі қанша болады? Так, мына жерге есептей салайық. 2-ден 1-дің минус 2 дәрежесі. Бұл бізде 2-ның квадраты, яғни 4-ке тең болады. Яғни мына жаққа 4 жазамыз, және 2-ден 1 деген бізде 1-ден кішкентай болғандықтан негізіміз мына теңсіздіктің бағыты өзгеріп кетеді. Сонда теңсіздік былай қарап қалады. 4-ті бері қарай өткізіп жібереміз. X квадрат минус x минус 6 болып өтеді, кіші 0-ден. Бұның түбірлері бізде не шығады? 3 пен минус 2 шығады. Енді екеуін қиылыстырамыз. Біріншісінен бізде не шықты? Минус 1 мен 2 шықты. Екіншісінен минус 2 мен 3 шықты. Так, біріншісі плюс минус плюс болады. Бұл жерде үлкен болғандықтан плюс аралықтар алынады. Плюс аралықтарды белгілейміз. Екіншісі де плюс минус плюс болады. 0-ге қарап тұрғандықтан бұл тұсында минус аралықтарды аламыз. Сонда қиылысқан жер бізде мына бөлік болып тұр, және мына бөлік болып тұр. Яғни минус 2 мен минус 1-дің арасы. Және мына жерде не болып тұр? Мына қиылысқан жер 2 мен 3-дің арасы болып тұр. Бірігу. Так, бұл бізде қайсысы? А нұсқасында, е? А нұсқасы. 25-ші есеп. Берілген функцияның алғашқы функциясын табыңыз дейді. Алғашқы функция табу үшін не істейтін едік? Дәрежеге бір сан қоса салатын едік. X-тің дәрежесі 3 еді, оған бір санды қосамыз. 4 дейміз, бөліміне 4 жазамыз. Бізде А және Б жауабында бар бұл. Қазірше. Ары қарай жалғастырайық. 2x квадратты қалай істейміз? Азайту 2x дәрежесіне бір сан қоссақ 3 болады, бөлімінде 3 болады. Бұл бізде А нұсқасында ғана екен, е? Жауабы сонда А жауабы болады. Келесі контекст бізде су құйылған ыдыстар дейді. 26-ші есеп. Мынадай 3 түрлі зат берілген, е? Так, біріншісі бізде қиық конус мынауымыз. Мынау цилиндр, мынау жарты цилиндр берілген. Бұл жерде так, барлығының биіктігі бірге тең, яғни мынаның да биіктігі 1, мынаның да биіктігі 1, мынаның да биіктігі 1 деген сөз ғой.
Не табу керек? Бірінші А ыдыстың көлемі. Мынаның көлемін табу керек. Яғни қиық конустың көлемінің формуласы. Қиық конустың көлемінің формуласы қандай бізде? 3-тен 1 пи көбейтілген h болады, және жақшаның ішінде үлкен r квадрат қосылған кіші r квадрат қосылған үлкен r мен кіші r-дің көбейтіндісі екен. Бізде барлығы белгілі. h-ымыз 1-ге тең деп есепте беріп қойған. Үлкен r-іміз 4-тің жартысына тең болады 2-ге, ал кіші r-іміз 2-нің жартысына тең болады, яғни 1-ге. Орын-орнына қойып есептейміз сонда. b тең 3-тен 1 көбейтілген пи көбейтілген h-тың орнына 1 жазам. Жақшаның ішінде 2-нің квадраты қосу 1-дің квадраты қосу 2 көбейтілген 1. Сонда жақшаның ішінде не шығады бізде? Жақшаның сырты бізде пи бөлінген 3 болады мынауымыз. 4, 1, 2 қоссақ 7 болады екен. Көбейтілген 7, яғни 7 пи бөлінген 3. Пидің орнына 3-ті қою керек екен, сонда пидің орнына 3-ті қойсақ, пи мен 3 қысқарып кетеді, жауабы 7 болады деген сөз. Келесі, Б ыдыстың көлемін анықтаңыз дейді, яғни мына цилиндрдің көлемі еді. Цилиндрдің көлемінің формуласы пи r квадрат h. h 1-ге тең, ал радиусымыз 3-тің жартысы 1,5-ға тең. Орнына қоя саламыз. Пидің орнына 3-ті қоямыз. r квадрат 1,5-тің квадраты көбейтілген 1. Бұл бізде 2,25, 3-ке көбейтсек 6,75 болады екен. Бұл да А жауабы. 28-ші есеп. С ыдыстың көлемі анықтаңыз. Яғни мынаның көлемін анықтаймыз. Бұл бізде жарты цилиндр, яғни цилиндрдің көлемін 2-ге бөліп тастаймыз деген сөз. Пи r квадрат h бөлінген 2. h 1-ге тең, ал радиус 4-тің жартысы 2-ге тең екен. Орын-орнына қоямыз. Пи 3-ке тең, радиус 2-ге тең, 2-нің квадраты 4-ке тең, h-тың орнына 1 жазам, бөлінген 2. Бұдан не шығады бізде? 6 деген жауап шығады. Д нұсқасы. Келесі, егер су құйылған ыдыстардың радиустары 1-ге ұлғайса, су құйылған ыдыстарды олардың көлемдерінің өсу ретімен орналастырыңыз дейді. Яғни радиустардың барлығын 1-ге үлкейтеміз деген сөз. Яғни үшеуін де есептеп шығу керек қой бұл жерде қайтадан. Мынаның радиусын 1-ге үлкейтсек, оның көлемі қанша болады? Бағана қиық конустың көлемінің формасы 3-тен 1 көбейтілген пидің орнына 3 қоямыз, көбейтілген h-тың орнына 1 қоямыз. Яғни мынаның барлығы бізде нешеге айналып кетеді? 1-ге айналып кетеді деген сөз. Ал жақшаның ішінде үлкен r-дің квадраты, бізде үлкен r-іміз 2-ге тең еді, оған 1-ді қосып жібереміз, 3 деп жазамыз. Қосылған кіші r-дің квадраты бізде 1-ге тең еді, оған да 1-ді қосып 2 деп жазамыз. 2-нің квадраты қосылған 3 көбейтілген 2. Бұл нешеге тең болады? 3-тің квадраты 9-ға тең, 2-нің квадраты 4-ке тең, қосу 3-ге 2-нің 6-ға тең, яғни бұл 19-ға тең екен. Қиық конустікі. Енді цилиндрдікі. Пи r квадрат h еді, формуласы. Пидің орнына 3 қоямыз, r квадрат. Радиус бізде 1,5 еді, оған 1-ді қосамыз, 2,5 деп жазамыз. 2,5-нің квадраты көбейтілген h 1-ге тең. Бұл жерде не шығады? 2,5-нің квадраты 6,25. Оны 3-ке көбейтетін болсақ, 18,175 болады екен. Соңғысы бізде жарты цилиндрдің көлемі. Бұл бізде қандай еді? Пи r квадрат h бөлінген 2 еді. Пидің орнына 3-ті қоямыз. Радиус бізде берілгенде 2 еді, оған 1-ді қосып 3 деп жазамыз. Яғни мынаның орнына 3-ті қойсақ, 3-тің квадраты 9-ға тең. Көбейтілген h-тың орнына 1 жазамыз, бөлінген 2. 3-де 9 27, 27-ні 2-ке бөлсек 13,5 шығады екен, Үшеуінің көлемін тауып алдық, енді бұларды не істейміз? Өсу ретімен орналастырып шығамыз. Яғни ең кішкентайынан бастаймыз. Ең кішкентай бізде С болып тұр, одан кейінгісі Б ыдысы, одан кейін ең үлкені А ыдысы болып тұр. Яғни СБА. Бізде ол С нұсқасына тұр. Контекстің соңғы есебі. Су құйылған ыдыстың бері беті мен үстіңгі бөлігі неғұрлым үлкен болса, ондағы су күн сәулесіне соғұрлым тез қызатыны белгілі. Су тезірек қызатын ыдысты анықтаңыз. Яғни бері бетінің ауданы мен үлкен үстіндегі табанның ауданы қосылады. Аудандарды есептеп шығайық. Қиық конустың бері бетінің ауданының формуласы. СББ. Пи көбейтілген
екі радиустың қосындысы көбейтілген жасаушы. Біз бұл жерде енді жасаушыны тауып алуымыз керек екен. Ол үшін біз мынандай фигура сызамыз, трапеция. Бізде мынау төбесі 2-ге тең, асты 4-ге тең, ал биіктік 1-ге тең. Так, мына жерден де биіктігі жүргізетін болсақ, мына 4-тің орнында мына жеріміз 2-ге тең болады, мына жақ 1-1 болады. Демек, Пифагор теоремасы бойынша жасаушы түбірасты 2-ге тең деп тауып аламыз. 1-дің квадратына 1-дің квадраты қосылады, 2 болады, ол 2-ні түбірге аламыз. Демек, L-дің орнына түбірасты 2 жазамыз. Ал түбірасты 2-нің жуық мәні бізде 1,4-ге тең. Демек, орнына қоятын болсақ, мынадан не шығады бізде? Пи-дің орнына 3 жазамыз, 2 радиустың қосындысы. Үстіңгі радиус 1-ге тең, мынаның жартысы, астыңғы радиус 4-дің жартысы 2-ге тең. Екеуінің қосындысы 3-ге тең болады, ал L-дің орнына 1,4 қоямыз. Жоқ, шамасын есептей береміз. Сонда 9 көбейту 1,4. Ол нешеге тең болады? 12,6 бола ма? Демек, қиық конустың бер бетінің ауданы 12,6, ал үстіңгі табанның ауданы, S табан, үстіңгі табанның ауданы, ол дөңгелек болғандықтан πr квадрат болады. Пи-дің орнына 3-ті қоямыз, радиус, кіші радиус, үстіндегі радиус ол 1-ге тең, 1-дің квадраты 1 болады. 3-де 1-ің 3. Екеуінің қосындысы общий 15,6 болып тұр. Қиық конустікі. Енді біз не істейміз? Цилиндрдікін есептейік. Цилиндрдің бер бетінің ауданы формасы қандай бізде? 2πr. Орнына қоямыз, 2 көбейтілген пи-дің орнына 3 қоямыз, r-дің орнына, r бізде 1,5-ге тең, мына цилиндрдің 3-тің жартысы. 1,5 көбейтілген h 1-ге тең. Бұдан бізде не шығады? 9 шыға ма? Ал үстіңгі табанның ауданы ол πr квадрат. Пи деп отқанымыз 3-ге тең, радиус тағы да 1,5-ға тең, 1,5 квадрат 2,25. Бұлардың көбейтіндісі қанша болады? 6,75 болады. 6,75-ке 9-ды қосатын болсақ, мынанікі 15,175 деп жазып қояйық. Яғни қиық конустікінен кішкене көбірек болып кетті бізде. Енді жарты цилиндр, мынаны есептейміз. Жарты цилиндрдің бер бетінің ауданы, мынаны 2-ге бөліп тастаймыз, яғни πr квадрат, πrh. πrh болатын болса, так, мына жерде бізде көлем болып кетті ғой, аудан қылып жазайық. πrh, пи-дің орнына 3-ті қоямыз, радиус, мынаның радиусы бізде 2-ге тең, көбейтілген h биіктік, яғни 6-ға тең болды. Ал мына жердің ауданы бізде неге тең? Жарты дөңгелектің ауданы, яғни πr квадрат бөлінген 2. Қай жерге жазамыз? Мына жерге. πr квадрат бөлінген 2. Пи-дің орнына 3 жазамыз, r квадрат, 2-нің квадраты, мына 4-тің жартысы, ол 4-ге тең болады, бөлінген 2. Ол тоже 6-ға тең, екеуінің қосындысы 12 болады. 12, мына үшіншісінен бізде кішкентай, Сонда ең үлкені бізде ортада тұрған цилиндр, яғни B-ыдысы деген сөз. Жауабы А нұсқасы. Так, 30-шы есепте мына жерде бір нәрсені ескермей кетіппіз. Мына соңғы мына С ыдысында бүйір бетіне мына тіктөртбұрышта жатады бізде. Мына тіктөртбұрыш, Бұл тіктөртбұрыштың ауданын есептеу үшін мына қабырғасы бізде 4-ге тең, мына қабырғасы биіктігі ол 1-ге тең. Яғни мынаның ауданы бізде 4-ге тең деген сөз. Мына жаңағы 6 қосу 6 бізде 12 болып тұр ғой, сол 12-ге тағы да бізде не қосылып кетеді, 4 қосылып кетеді. Сонда С ыдыстың ауданы жалпы бүйір бетімен үлкен бір табанның аудандарын қосындысы ол 16 болып тұр. Ең үлкен сонда бізде ол 16 екен. Жауап сонда А емес. Не болады бізде? С ыдысы ол Д-да тұр. Д болады. 31-ші есеп сәйкестендіру. 3 қосылған 4 функциясы берілген функцияның ең үлкен және ең кіші мәні мен оның сандық мәнін сәйкестендіріңіз дейді. Яғни синустың ең кіші мәні бізде минус 1-ге тең, ең үлкен мәні плюс 1-ге тең. Осы синус x-тің орнына бірінші минус 1-ді қоямыз. 3 көбейтілген минус 1 қосылған 4. Минус 3 қосылған 4 ол бізде 1-ге тең. Яғни функцияның ең кіші мәні ол 1-ге тең. 1 деген жауап бізде
мынау екінші тұрған сан болғандықтан аға біз 2 деп жазамыз. Енді синустың орнына мына 1-ді қоямыз енді. Яғни 3 көбейтілген 1 қосылған 4. Бұл бізде 7-ге тең. 7 деп отқан бұл 4-ші тұрған сан болғандықтан, мына жерде 4-ші тұрған сан болғандықтан болған нені белгілейміз? 4-ті белгілейді екенбіз. Келесі 32-ші есеп. 2 шар берілген, бірінші шардың центрі 10 нүктесі, радиусы r тең 9, және екінші шардың центрі p нүктесі, радиусы кіші r тең 5. Шарлар әрбір сфераның центрі басқа сфераның сыртында болатындай етіп орналастырылған дейді. Төмендегі деректерді сәйкестендіріңіз. Шарлар жанасады дейді. Егер шарлар жанасатын болса, 2 радиус қосыла салады деген сөз. Яғни үлкен r-ге кіші r қосылады. Бұл бізде нешеге тең? Шарлар жанасады, ол бізде ОП, О мен П-ның ара қашықтығы деген сөз ғой. О мен П-ның ара қашықтығы бізде сонда қанша болады? 9-ға 5 қосылады, 14 бола салады. Сонда аға біз нені белгілейміз? 4-ші тұрғандықтан ол аға 4-ті белгілейміз. Екінші, шарлар қиылысады дейді. Егер шарлар қиылысатын болса, онда ОП-мыз бізде не болады? 2 радиустың қосындысынан кіші болады. Яғни мысалы оны шеңбер ретінде қарайтын болсақ, мысалға жанасатын болса мынандай болады, мына центр мен мына центрдің ара қашықтығы бізде 14 болады. Ал егер оны қиылыстыратын болсақ, ол жерде центрлер бір-біріне жақындайды деген сөз. Яғни мынаған қарағанда кішірек болады. Сондықтан да ОП бізде 2 радиустың қосындысы, яғни 14-тен кіші болады. 14-тен кіші болатын бізде бір ғана вариант бар, ол 13 деген. Сондықтан бұға біз 1-ді белгілейміз. 33-ші есеп. X қосылған 3-тің 3 дәрежесі өрнегін көп мүше түрінде жазыңыз. X-тің 0-ші дәрежесінің коэффициенті мен көп мүшенің коэффициенттерінің қосындысы мен олардың дұрыс болатын арасындағы сәйкестікті орнатыңыз дейді. Мынау қысқаша көбейту формасы, формасымен ашуға да болады, бірақ бұл жерде уақыт үнемдеу үшін мынандай әдісті қолданамыз. Бірінші, X-тің орнына біз не жазамыз? 1 деген санды жаза саламыз. Яғни жақшаның ішіне не шығады? Бізде 1 қосылған 3-тің квадраты деген шығады. Кубы. 1-ге 3-ті қоссақ 4, 4-тің кубы қаншаға тең? 64. Бұл не бізде? Коэффициенттердің қосындысы осыған тең болады деген сөз. Коэффициенттердің қосындысы 64. Коэффициенттердің қосындысы деген мынау 64 қай аралықта жатыр бізде? Ол 30 мен 70-тің арасында жатыр. Демек аға 4-ті белгілейміз. Ал 0-ші дәрежені табу үшін мына жерде мына 3-тің кубын есептей саламыз болды. 3-тің кубы қаншаға тең? Ол 27-ге тең. 27 қай аралықта жатыр? Ол 10 мен 50-ның арасында жатыр. Демек бұға 3-ті белгілей саламыз. 34-ші есеп. X квадрат тең 15x азайту 14 және 3,5 жақшаның ішінде 2 азайту 4x тең болады 7-ге. Теңдеулер берілген, төмендегі мәліметтер бойынша сәйкестендіріңіз. Әрбір сан берілген теңдеулердің кем дегенде біреуінің түбірі болып табылады, ешбір сан берілген теңдеулердің түбірі емес. Демек, екі теңдеуді жеке-жеке шешу керек бізде мына екеуін. Бірінші теңдеуді шешейік. X квадрат 15x-ті минус 15x қылып өткіземіз, минус 14-ті плюс 14 қылып өткіземіз, тең 0. Бұл жерден вет бойынша x1-міз 1-ге тең, x2-міз 14-ге тең, 1 мен 14 табылды. Екіншісі негізі шеше салайық. 3 шарын 2-ге көбейтсек 7 болады, азайту 3 шарынды минус 4-ге көбейтсек минус 14x бола ма? Тең болады 7-ге. Не болады бұл жерде? Минус 14x тең болады 7-тен 7-ні азайтсақ 0, демек x тең 0. Жауаптар бізде сонда теңдеудің түбірлері 1, 14 және 0 деген сандар шықты. 1, 14, 0 ол бізде бірінші болып тұр, Демек аға біз не істейміз? 1-ді белгілейміз. Ешбір сан берілген теңдеулердің түбірі емес. Яғни 1, 14, 0 болатын қатарлары біз не істейміз? Сызып тастаймыз деген сөз. Мына қатарда 0 бар, мына қатарда 0 мен 1 бар. Демек, бұның жауабы бізде 4-ші екен. 35-ші есеп. Арифметикалық прогрессиясы n тең 2n-5 формуласымен берілген өрнекпен оның сандық мәнін сәйкестендіріңіз еді. Мына жерде a7 азайту a4 дейді. Бірінші a7-ні екеуін жеке-жеке не істейміз? Тауып аламыз. a7-ні табу үшін n орнына 7-ні қоямыз деген сөз. Демек, a7 тең n орнына 7-ні қойсақ, 2 көбейту 7 азайту 5. 14 азайту 5 9-ға тең болады. Ал a4-ті табатын болсақ, 2 көбейтілген 4 азайту 5. 2 жердегі 4-ің 8, 8-ден 5-ті азайтсақ 3 шығады, Бізде енді осы шыққан мәндерді бір-біріне азайтамыз, 9 азайтылған 3 ол 6-ға тең.
Демек, А жауабы Аға бізде 6 деген сан сәйкес келіп тұр. Ол екінші тұрғандықтан Аға 2-ні белгілейміз. Енді S7-ні тап дейді. S7-ні табу үшін A1-ден A7-ге дейін сандарды тауып шықсақ болады. A1-ді табу үшін n орнына 1-ді қоямыз. 2 көбейтілген 1 азайту 5, ол -3-ке тең, иә. A2-міз 2-нің орнына 2-ні қойсақ, 2 жерде 2 4, 4 азайту 5-міз, ол -1-ге тең. 3-ті қойсақ, демек бұдан қалай нені түсінуге болады? 2 қосылып кетіп бара жатыр деген сөз. -1-ге 2-ні қоссақ 1 болады, 1-ге 2-ні қоссақ 3 болады, 3-ге 2-ні қоссақ 5 болады, 5-ге 2-ні қоссақ 7, 7-ге 2-ні қоссақ 9 болады, иә. Бізде осындай 7 сан шықты, осы 7 санның қосындысы. -3 пен +3 0 болып кетеді, -1 мен +1 0 болып кетеді. Мына үшеуінің қосындысы 21 болады деген сөз. Демек, екіншісіне біз 21 деп белгілейміз. Ол 4-ші тұрғандықтан баға 4 деп жазамыз. Келесі 36-шы есеп, көп жауапты есептер. Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар, дұрыс жауабы бар тапсырмалардың саны 3-ден артық емес. Яғни 4-еуін белгілеп қойсақ, ол болмайды деген сөз. 1 болуы мүмкін, 2 болуы мүмкін, немесе 3 болуы мүмкін деген сөз, иә. 36. Өрнекті ықшамдаңыз дейді. Жақшаны аша саламыз. 8-ді 3-ге көбейтсек 24 болады. 8-ді 2-ге көбейтсек -16 болады. Енді мына жерде -5-ті 2-ге көбейтсек -10 болады. -5-ті -m-ға көбейтсек +5n болады. Ұқсас мөлшерлерді біріктіреміз. 24n азайтылған 10n. Ол 14n-ға тең. -16m +5. Так. Бізде соңғысы мынау 5m болу керек, иә? Мына екеуін көбейткен кезде. -16m +5m ол -11m болады екен. 14n -11m болатын варианттарды қарайық. Бұл бізде А жауабында бар. Немесе орындар ауысуы да мүмкін, иә? -11m +14n деген сияқты. Бұндай жауаптар бар ма бізде? Так, басқасында бізде келмейді, ешқайсысы болмаймы. Б нұсқасы келмейді, n жоқ. С нұсқасы 15n болып кеткен, Д нұсқасында m жазылмай қалған, Е нұсқасында 12n болып кеткен, F нұсқасы қосылып кеткен. Ешқайсысы келмейді екен. Демек, жауап А ғана. 37-ші есеп дейді. Өрнектің мәнін табыңыз дейді. Тригонометриялық формулаларды қолданып есептеуге де болады бұл жерде. Немесе x-тің орнына кез келген бір градусты берсек болады. Тек қана мына жерде котангенстің мәні шықпай қалмауы керек. Котангенстің қай градуста мәні жоқ. Котангенстің 0 градуста мәні жоқ, x-тің орнына 0-ді қоя алмаймыз. Демек, x-тің орнына біз не істейміз? 90 градусты қойып көрейік. X тең 90 градус. Синус квадрат x. Яғни синустың 90 градустағы мәні ол 1-ге тең, сол 1-ді квадраттаймыз. Қосылған косинус квадрат x. Косинус 90 градустағы мәні ол 0-ге тең, 0 көбейту. Егер 0 көбейту болса, мынаның барлығы нешеге тең болса да, мынаның барлығын ол 0-ге айналдырып жібереді, иә? Яғни ол k-ға тең бола салсын, кез келген бір санға тең болатын болса, оны біз k дей саламыз. Соңында бізде не бар? Қосу 1 бар. 7 бар. Қосу 7. Демек, бұл жерде бізге 1-ге 7-ні қосып жібере саламыз, жауабын 8 деп белгілейміз. 8 деген бізде b да бар, және 2-нің 3 дәрежесі d да бар. Қалғандары сәйкес келмейді. Келесі 38-ші есеп. Егер арифметикалық прогрессияда A4 тең 8,15 және A6 тең 13,15 болса, онда осы прогрессияның бірінші мүшесімен айырмасын табыңыз дейді. Демек, мына жерде қанша қосылып жатыр? 8,5-ға нешті қоссақ 13,5 болады. 5 болады, иә? Яғни A4-ке біз не істейміз? D-ны 2 рет қосқан кезде ғана не шығады? A6 шығады. Мынау бізде 8,5 болып тұр, мынау бізде 13,5 болып тұр. Демек, оған не қосылып жатыр? Бізге 5 қосылып жатыр. Яғни мына 2D-ның қосындысы 5-ге тең деген сөз. Демек, D-ның мәні қанша бізде? 2,5-ге тең деген сөз. 2,5-ті қайып жазуға болады? 5 бөлінген 2 деп жазуға болады. Немесе 2,2-ден 1 деп жазуға болады. Демек, мына жерде 2,5 деген берілмеген, дұрыс нұсқалары жоқ. Варианттар қате берілген болып тұр. A1-ді таба салайық. A4 8,15 болып тұр ғой, иә? A1-ді табу үшін біз не істейміз? A4-тен D-ны 3 рет азайтып жібереміз, иә? D-ны 3 рет азайтатын болсақ, бізде A4 шығады. A4 бізде 8,15-ге тең,
d бізде 2,5-ке тең. 2,5-ті 3-ке көбейтсек 6 бүтін қанша шығады мына жерден? 7,5 шығады екен. Екеуін азайтсақ 1 шығады. Демек А1-дің мәні бізде 1 болып қалды. 1 дегенде жауап жоқ мына жерде, иә? Демек есеп қате қарастырылған, немесе варианттар дұрыс берілмеген. 38 есеп мына жерде апелляция болып тұр. Келесі 39 есеп теңдеулер жүйесін шешіңіз дейді. Так, оңайлау сияқты. Варианттарды орнына қойсақ та болады. Шығара салайық. X азайту y тең 4 алмастыру тәсілін қолданайық. Яғни y минус y-ті мына бетке плюс y өткіземіз, оң жаққа 4 қосылған y болады. Осы 4 қосылған y-ті астындағы мына x-тің орнына қоямыз. 4 қосылған y көбейтілген y-тің өзі қосылған y квадрат тең болады 6-ға. Жақшаны ашамыз. 4 y болады, қосылған y-ті y-ға көбейтсек y квадрат болады. Қосылған y квадрат минус 6 тең 0 болады. 6-ны минусқа өткізе саламыз. Мына екеуінің қосындысы бізде 2y квадрат болады. Қосылған 4y минус 6 тең 0. 2-ге бөліп тастасақ y квадрат қосылған 2y азайтылған 3 тең 0 болады. Бұл жерден y біріміз минус 3-ке тең, y2-міз 1-ге тең, иә? Бізде қандай теңдік бар еді? X тең 4 қосу y бар еді. Яғни x1-ді табу үшін не істейміз? Y-дің орнына мына жерге минус 3-ті қоямыз. Так, минус 3-ті қою деген сөз 4 азайту 3 деген сөз ғой, 4 азайту 3 ол нешеге тең? 1-ге тең. Ал 1-ді қойсақ не болады? Мына жерге 4 қосылған 1. Ол нешеге тең болады? 5-ке тең болады деген сөз. Жауап жазған кезде бірінші x-тің мәні жазылады, иә? 1-ге y-тің минус 3 деген мәні сәйкес келіп тұр. 1-де минус 3, ал 5-ке y-тің 1 деген жауап сәйкес келіп тұр, 5-те 1 болады. Сонда жауабы 1-де минус 3 және 5-те 1 болады екен. 1-де минус 3 ол b нұсқасында, ал 5-те 1 f нұсқасында екен. Соңғы 40-шы есеп. Табан ауданы 27-ге тең болатын π тең 3 деп есептейміз. Цилиндрде осьтік қимасызылған асы цилиндрдің осьтік қимасының диагоналі. Төменде келтірілген жауаптардан цилиндрдің бер бетінің ауданын бөлгіштерін табыңыз дейді. Мынау бізде диагональ болып тұр. Мына жер 45 градус болатын болса, демек мынау диаметр мен мына биіктік бір-біріне тең деген сөз. Табан ауданы 27. Табан аудан формасы қандай бізде? S тең табан дөңгелек болғандықтан ол πr квадрат. Пи-дің орнына біз 3 қоямыз, 3r квадрат. 3r квадрат осы 27-ге тең болып тұр. 3-ті бөлу өткізіп жіберсек, r квадратымыз 27-ге бөлсек 9-ға тең. Демек радиус 3-ге тең деген сөз. Ал диаметріміз 3-ті 2-ге көбейтеміз 6-ға тең деген сөз. Яғни мына диаметр 6-ға тең болса, онда биіктік те 6-ға тең деген сөз. Так, нені табу керек бізге? Цилиндрдің бер бетінің ауданын табу керек мына жерде. Бер бетінің аудан формасы қандай цилиндрдің? S тең 2 πr h. Орнына қояйық. 2 көбейтілген π-дің орнына 3 қоямыз. Радиус 3-ге тең болды, ал h 6-ға тең болды. Бұл қанша болады? 4-ен көбейтілсе 108-ге тең болады, иә? Яғни берілген нұсқалардың ішінде 108-ге бөлінетін сандар. 108 бізге нешеге бөлінеді? 108 6-ға бөлінеді. 6-ға бөлсең 18 шыға ма? 27-ге бөлінеді, 27-ге бөлсек 4 шығады. Так, 108 5-ке бөлінбейді, 16-ға бөлінбейді. 108 12-ке бөлінеді, 108 12-ке бөлсек не шығады? 9 шыға ма? 12-ке бөлінеді екен. Сонда жауабы A, B, F болады. Осымен 40 есеп бітті. Аман сау болыңыздар.